Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге ащы тауық қанаттарын дайындауды көрсететін боламын. Ол үшін осылай тауық қанаттарын жақсылап тазартып аламыз. Үстіне тұз саламыз. Паприка саламыз. Қызыл бұрыш қосамыз. Осындай ащы қостым. Сіздер қаласаңыздар аджика қоссаңыздар да болады. Бұл бірақ өз қалауларыңызға байланысты. Ащы қаламасаңыздар қоспай қойыңыздар. Және сүт құйып, жақсылап араластырамыз. Барлық қанаттарына жақсылап жағып араластырып шығамыз. Және 30-40 минутқа холодильникке қойып аламыз, егер асығыс болсаңыздар. Ал егер асығыс болмасаңыздар, түнге қойып қойсаңыздар жақсы болады. Дайын болған қанаттарымызды бірінші ұнға аунатып аламыз. Одан кейін жұмыртқаны вилкамен жақсылап араластырып алу керек. Одан кейін панировочный сухариге аунатып аламыз. Панировочный сухаридің жақсысын алған жақсы. Қысып тұрған майға жақсылап қуырып аламыз. Қуырып алғаннан кейін 180 градус қызып тұрған пешке 25 минутқа салып аламыз. Міне дайын болған қанаттар. Пешке салып алғаннан кейін қанаттарымыз сочный и жұмсақ болып шығады. Видео ұнаса лайк басып каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.